Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен лайк жөнінде естеріңізге сала кеткім келеді. Әрі осы сіздердің әр басқан лайктарыңыз 10 кісіге тарқайды, сөйтіп біздің ортамыз тола береді. Осы артама тіркеліп, әрі видеоларды тарқата отырсаңыздар, көптен көп маған көмек болар еді. Алғысым шексіз. Ал тақырыпқа келетін болсақ, мына Ұлыбританиядан келіп жатқан тәуелсіз комиссия қаңтарды зерттеу бойынша әрі мынау Мамайдың ісі жөнінде деп жатыр. Мына бұны билік жаңағы осы депутаттарды жаңағы осы комиссияны қаралап жатыр, белгісіз кімнің ақшасына келгені, қандай ақшаға сатылып келіп отырғандары деген сияқты осындай қаралап жатыр, күйе жағып жатыр. Енді оны уақыт көрсете жатады. Бұл Ұлыбритания жағынан мынау тәуелсіз комиссиямыз деп келіп отыр ғой енді. Соны қандай жауап болады екен, оны да көре жатармыз. Бұны жауапсыз қалдырады деп ойламаймын, бірақ енді кім білсін, бұлар жаңағы ұлыбритандықтар біздің биліктегілердің деңгейіне түсіп, оларға жауап беріп жатады деп те ойламаймын бір жағынан. Олар жаңағы Қазақстан билігі не демейді, біз деп оларды әрі қарай кете беруі мүмкін. Бірақ енді тіршілік жасап жатқандары рас. Бұлайынша олар енді негізі қалай айтсам екен, құпия түрде болмағанмен шулатпай келіп, жаңағы ешқандай да Қазақстан билігіне отчет бермей, мынау зардап шеккендермен келіп пікірлесіп, солардан сұхбаттасып, солардан жаңағы мәліметтің бәрін алып қайтпақшы болу керек болған. Бірақ енді міне бәрі бір резонанста болып жатыр, бәрі естіп жатыр, көріп жатыр. Болу да керек, солай да болу керек. Бір жағынан басында мен бұл жаңағы құпия жөнінде болады деген кезде кішкене ішімізді тартқанымыз рас. Бұл егер жаңағы тәуелсіз болса, кімнен қорқады, неден қорқады, неге жарияламасқа, бүкіл әлемге естіртпеске. Міне Қазақстанда осындай жағдай болып еді бір жыл бұрын. Соның енді біз бара жатырмыз, зерттеп жатырмыз деп айту керек деп ойлағанмын, өз ойым. Ал бірақ енді қазір енді қалай болады, солай болады, көреміз. Тағы да маған келіп жатырған мынау сіздерден хаттарда жазып жатырсыздар, мынау Мамайға сенбейтіндеріңізді, бұл жаңағы биліктің құйтырқы саясаты деген сияқты. Тағы да қайталап айтқым келеді. Бұл жерде біздің ұтатынымыз, Мамай үшін келген болсын, басқа үшін келген болсын, соның ең болмаса сол Мамайдың атын жамылып келсе де, бұл комиссия, мына қалған мына белсенділеріміз, түрмедегі отырғандарымыздың бір шамасының жаңағы бостандыққа шығуға ықпалы тиер деген үмітіміз болу керек. Ал кімнің сатқын емес екенін уақыт көрсете жатар. Бүгінгі күні біз бірігейік, бірлігімізді арттырайық, бірігіп ортамызды толтырайық. Сөйтіп бәріміз бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді, әрі мынау біріккен ұлттар ұйымында Тоқаевтың Путинді қолдап кеткен жерін біз қолдамайтынымызды, қазақ халқы ешқашанда бұны Тоқаевқа кешірмейтінін, Қанды қаңтарды кешірмейтінін, Жаңаөзенді кешірмейтінін, Желтоқсанды кешірмейтінін бәр жерде насихаттайық, бәр жерде айта жүрейік. Бұл Тоқаевтың күні санаулы, диктаторлардың күні санаулы. Оны уақыт көрсетеді, оны бәріміз соған куә боламыз. Ресей ішінен іріп бастады, бұл тек қана бастамасы.
Сол үшін бірігіңіздер халқым, бірігіп мынау X күнін жақындатып, сол күні батырларымыздың жанынан табылып, билікті өз қолымызға алып, Тоқаевты ұры жүйесімен қосып, түп тамырымен жұлып алып тастап, бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі.